Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. 9 майда болған жағдайды барлықтарыңыз көрген шығарсыздар. Совет үкіметінің туын көкке көтеріп алып, өзінің көлігімен әрде берде қыдырып жүрген бір топ есалаңды қазақтың мен деген намысы бар батыр жігіті тоқтатып алып, туларын тартып алып, өздеріне қазақтың жерінде тек қазақтың ғана туы көкте болуы керек деп ескертті. Және де оның арты кішігірім кикілжің болды, оны барлығымыз көрдік. Бірақ қызық неде, құрметті қазақ елі? Сол қазақтың батыр жігітінің үстінен іс қозғалып жатқан сияқты. Яғни жазаланайын деп жатыр екен. Ал енді менде сұрақ. Қазақты тарыдай қырған қаныпезер қатыгез совет өкіметінің туын көкке көтергендерге ешқандай жаза болмайды екен да, ал қазақтың даласында қазақтың туы болу керек деген қазақты неге жазалайды? Осы сұрақты түсіндіріп өтіңіздерші. Құрметті ағайындар-ау, қазақты тарыдай қырды ғой совет өкіметі. Бұл жоқ мемлекет, мүлдем бұл жоқ мемлекет. Және қазаққа өте зияны көп деген мемлекет. Соның туын көтеріп жүргендерге рұқсат екен. Құрметті ішкі істер министрлігі, сіздер білдіңіздер ғой, қазіргі таңда қазақтың жастары совет өкіметі деген дүниеге өте қас екенін білдіңіздер, көріп те жүрсіздер, иә? Неге тоқтау салмадыңыздар? Ол неге 9 майдың алдында ескерту жасамадыңыздар? Георгиевский лента болмайды деп Георгиевский лентаны былай тағып алған, запрет қойсаңыздар да, бөтен мемлекеттің совет өкіметінің туын көтеруге болмайды, олмен көшеге шығуға болмайды деп неге ескерту жасамадыңыздар? Сіздер білдіңіздер ғой, бұндай жағдайдың хотя бы біреу болатынын. Неге оны істемедіңіздер? Енді неге қазақ кінәлі? Қазақтың жерінде, қазақтың даласында қазақтан басқаның туы көтерілуге болмайды деген үшін неге қазақ кінәлі? Осын түсіндіріп өтіңіздерші маған. Құрметті, сол жаңағы қазақтың батыр жігітін соттайын деп жазалайын деп жатқан кісілер, сендерге бір әңгіме айтайыншы. Қазақ мемлекетінің елтаңбасын өзгертеміз деді, иә, біздің президентіміз. Елтаңбаны өзгертуіміздің себебі ол жерде елтаңбада, яғни совет өкіметінің кейбір қалдықтары бейнеленген. Сондықтан өзгертеміз деді. Біздің президентіміздің өзі совет өкіметінен құтылғысы келіп жүргенде, сендер не үшін совет өкіметінің туын көтеріп жүргендерге ештеңе жасамайсыңдар да, ал қазақтың даласында қазақтың туы тұру керек дегендерді неге жазалайсыңдар? Мен миым жетпей қалды, құрметті қазақ елі, мынау барып тұрған білмеймін. Айта алмаймын, шынымды айтайын. Құрметті қазақ елі, сол жігітке шынымды айтайын, мен өзім шын жүректен бостандық тілеймін, және де жазалауды тоқтатуды тілеймін. Рахмет.